Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге естіген арнасы бүгін біздерде дейтін влог болады, бүгіндік. Осы видеоға репортажыңызды басып комментарий жазып атына тіркеліп кетіңіздер. Бүгін мен деген шаш ауылға бара жатырмын. Егер қараңыздар, шашымды кәдімгідей өсіп кеткен. Уже бір ай ма, бір жарым ай ма болды. Бүгін біздерде деген майдың 10-ы, как раз бізде деген 2 аптадан кейін ауылға қайтамын. Сессиялар біткеннен соң. Қазір енді шаш ауылға баратын боламыз достар, және де қазір до и послені көрсететін боламын. Мінекей достар, бізде Қарағандыда деген погода осындай екен, жел жаңбыр. Таңертең всегда осындай болады бізде, енді түстен кейін жауып кетпесе, вот осындай. В общем, достар, шаш алдырып келе жатырмын. Короче дейтін, қазір барғаннан көрсем, послені. Қараңдар, ондай бізде заказ бұл дейтін не екенін тоже барған кезде распаковка жасайтын боламыз. Последегі түрім осындай. Міне. Енді дейтін негізі идеальный достар, әдемі маған ұнады. Өзімнің постоянный парикмахеріме алдырдым. Бірақ та кекілді қатты қысқартып жіберіппін енді. Сол ғана не болып тұр, айтпесе негізі әдемі. Бұл енді бір аптада өсіп қалпына келіп әдемі болып кетеді. Вот сондай. Так. В принципе, нормально достар. Бай нормально. Қатты қысқа болса да жақсы көрінеді. Солай. Және де достар, бүгін өте керемет күн, яғни бізде майдың 10-ы, бүгін 2 қызықты ойын бар. Ұлытау мен Қайрат, және де Барселона мен Реал Мадрид. Енді мен деген Ұлытауға және де Барселонаға жанкүйермін достар, вот солай. И қазір достар, жаңа алып келген посылканы, яғни заказды көрсететін боламын. Так, ё-моё. Түрін көрінбей жатыр ма? Болады. Так, мінекей осындай. Мына жақта рахмет деген жазуы бар, және де береке болсын деген жазуы бар. Өте керемет жазуы бар екен енді. Бұл енді зарядчик қой достар. Менің телефоныма Type-C зарядчик. Опа. Міне достар, осындай зарядчик. И қасында мынандай телефонды тіреп қоятын подставкасы сыйлыққа береді екен достар. Өте керемет. Мінекей. Енді бұл зарядчиктің бізде өзі. Қазір ашатын боламыз. Так. Вот мінекей. Мінекей бұл бізде адаптері достар, қара түсті Samsung деген жазуы бар екен. Super fast деп жазуы бар екен. Қанша вольт деген қараймыз, жазылмаған по идее. Так. Мінекей мына шнуры осындай. Мінекей. Шнурдың ұзындығы енді қатты ұзын емес достар. Бірақ нормально. Так. Бұл бізде қырық бес вольт деген достар, мінекей сыртында жазылып тұр, мен деген оқи алмай жатырмын мүмкін ше. Бай негізі өте жақсы достар. Енді бұны кішкене мына жаққа қоя салайық. И мына жерде бізде бұл телефонға арналған подставкасы бізге сыйлыққа беріп жүреді. Енді өте керемет. Мінекей осындай подставка. Так. Бұны дейтін қалай қолданып тұрсаң білмейді екен. Біз дейтін
негізі тамақ ішкен кезде телефон қарамау керек қой достар. Мынау соған итермелеп жатыр. Так, мінекей осындай бізде подставкасы бар екен мінекей. Мына жақтан размер таңдап осыған тігеді, и мына жаққа телефонды қойып қоясыздар. Осындай подставка. Бұл енді маған керек емес, осылар кімге керек жазыңдар, адрестеріңді айтыңдар. Осыған салып сіздерге подарок етемін. Вот сонда. Сол, бүгін 2 келген матч болады. Сондықтан давайте арнайы жазылып достар 700 подписчикке жеткізсек, астына комментарий жазыңдар, лайк басыңдар. Осы видеоны достарыңа жіберіңдер, WhatsApp-қа туыстар дейтін чаттарға жіберіңдер. Осыны сабсқа салып десе ойнайтамын. Так, достар, бүгінгі менің күнім. Бірінші 9-да тұрдым, завтрак іштім, шаш басу, обед ішу дейді. Мен бұл жерде уже так шаш басып тастадым. Вот. Енді қазір обед дайындап, соны ішіп, и ойын көретін боламыз. Вот. Достар, міне. Именно қазір матч көретін боламыз. Достар, қазір бізде дейтін сағат кешкі 7:30, яғни 8 болып қалды. Бізде Ұлытау Қайрат матчы аяқталған болатын, и біз тең ойнадық достар, өте жақсы. Негізі ұтуға да мүмкіндік бар еді, бірақ та тең ойнадық, оның өзі біз үшін өте жақсы нәтиже. И біз дейтін қазір КПЛ-де таблицада 5-ші орында тұрмыз. Енді келесі турдағы ойынды біз ұтатын болсақ, біз уже ол кезде топ 3-тікке кіруімізге мүмкіндік бар деп ойлаймын. Жалпы солай достар. Қазір мен енді шамалы сапа оқып жатырмын, сессияға дайындалып жатырмын. Одан кейін барып ужин ішетін боламын, яғни кешкі ас ішетін боламын. Содан кейін барып тағы біраз есіп жүре тұратын боламыз достар. Одан кейін түнде біз дейтін Эль Классико көретін боламыз достар, өте керемет. Соны күтудеміз, Бірақ та білмеймін, Ұлытау мен Қайрат, Барселона мен Реал Мадрид осы 2 матч екеуін де қатты күттім достар. Екеуі де өте қызық маған еді. Мынау мықты, мынау әлсіз деп айта алмаймын. Екеуі де мықты. Так, бүгін бізде дейтін майдың 11-і 2-ші күн. Кеше біздер дейтін Эль Классикода ұттық өте керемет, және де Қайратпен ниче ойнадық. Енді басқа ешқандай қызық айтатыным жоқ достар. Қазір мен деген ужин ішіп, потом ертең сессияға дайындалатын боламын, потом сессия тапсыратын боламын сол. Осымен біздің влогымыз енді қатты қызық болған жоқ, қысқа болды, енді қатты түсіретін қызықтым жоқ. Сондықтан да ұнаса лайк басып, комментарий жазып, барына кеткендер. Келесі кездескенше.